Сәлем достар, бүгін мен сіздерге брауни торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге керекті заттар 3 жұмыртқа, 200 грамм қант, 100 грамм ерітілген сары май, 110 грамм ұн, 40 грамм какао ұнтағы, 10 грамм қопсытқыш, 200 грамм Қазақстан шоколады. Ең алдымен 3 жұмыртқа мен шекерді жақсылап миксерді баламыз. Егер миксер жоқ болса, венчикпен немесе вилкамен араластырсаңыздар болады. Көпіргенше жақсылап араластыруымыз керек. Енді біз 200 грамм шоколад пен сары майды жақсылап ертіп аламыз. Осы кезде қозғап тұру керек, асты жабыспау үшін. Ертілген шоколадты кішкене суытып алуымыз қажет. Суыған шоколадты жұмыртқаға құйып араластырамыз. Бір келкі болғанша миксермен миксерлейміз. Ендігі кезекте ұн, какао және қопсытқышты қосып, електен өткізіп араластырамыз. Осы кезде қамырды жақсылап араластыруымыз қажет. Осындай қоймалжың бір келкі масса шығу керек. Қазір мен қамырымызды диаметрі 22 см болатын формаға қойып пісіремін. Шамамен 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минуттай пісіремін. Міне достар, біздің брауни пирогымыз дайын болды. Қазір сіздерге кесіп ортасын көрсететін боламын. Браунидің іші қара болып келеді. Өйткені байқасаңыздар, ұн тек қана 110 грамм ғана, қалғаны шоколад пен какаодан тұрады. Міне көріп тұрғандарыңыздай әдемі көтеріліп, әдемі болып пісіп шықты. Негізі брауниді балмұздақпен қосып жеуге кеңес беремін. Өйткені дәмі балмұздақпен бірге өте керемет үйлеседі.